Танымал ақын Қанбибі Есенқараева жеке өмірінен сыр шертіп, күйеуі елге белгілі азамат Тұрдықылыш Істаевтың қалай көзіне шөп салғанын айтып берді. Ол халыққа кеңінен танымал Нұрикамал әнінің авторы. Жасы бір ғасырдың жартысына жетіп, 30 жыл отасқан күйеуім бір келіншекпен көңіл жарастырды. Мен филармонияның директоры болып тұрғанда, күйеуімді көркемдік дирижер етіп алған едім. Министрдің бұйрығын шығарып, заң бойынша жұмысқа қабылдадым. Мен іс-сапарда жүргенде денсаулығым сыр беріп, ауруханаға түсіп қалдым. Сол кезде әріптестерім жолдасымның бір келіншекпен кездесіп жүргенін айтты. Жел тұрмаса шөптің басы қимылдамайды деген сөз бар ғой. Күйеуімнен сұрағанда рас екенін айтты. Ешқандай ұрыс керіссіз үй мен көліктің кілтін беріп кеттім. Біз тек ерлі зайыпты емеспіз, біз доспыз, туыспыз дедім. Ол мұндайды қой деп айтады деп ойлады. Мен қой дегенімен бір құлаған көңіл қояма? Оның бәрін біліп тұрмын ғой. Сосын айттым, егер бір-біріңді ұнатсаңдар, мен не дейін, бақытты бол. Екеуміз де өнер адамдарымыз, біреуіміз бақытты болуымыз керек қой. Сен ақ бақытты бол дедім. Содан үн-түнсіз кабинеттен шығып жүре берді. Көз жасын алақанымен сүрткенін көрдім. Шығармашылықтың адамы ғой, жүрегі жұмсақ. Өзін шалыс қадам үшін өмірден кешірмей өтті, деді ақын. Айтуынша, күйеуі сол келгеннен мүлдем атызын салмаған. Бәрін берген үшін балаларынан сөз естіген де көрінеді. 30 жыл отасқан күйеу 3 баласында ойламаса керек. Кетерінде бәрін беріп кеттім ғой. Кейін әйелінің сұратқан дүниелерін де бердім. Қызым қатты ашуланды. Сонда мен, бір, оның тарихы да жоқ, болашағы да жоқ. Тарихы сендер едіңдер, өз қолымен сызып тастады. Болашағы анау, алған әйелі 20 жылдан бері неге тумайды дедім. Баласы жоқ адамның болашағы бар ма? Ал сенің болашағың алдыңда дедім. Оның тағдыры аянышты, оны табаламаймын. Ол жаман қолға түсті. Нұрикамалға үйленгенде үшеуміз де бақытты болар едік. Бірақ сол қайтыс болғанда хостелден шығарыпты, деді ол.